Армысыздар. Бұл мен тұратын Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Сәкен Сейфуллин көшесі. Бұл көше біздің ауылымызда бұрыннан бері бар, тарихи көше деуге де болады. Біздің көшеміз өлкемізге қатысы бар тарихи тұлғаның атымен аталады. 20 ғасыр басында қазақ зияларының ішіндегі аты аңызға айналған Сәкен Сейфуллин екенін тарихтан білеміз. Ол өзінің «Тар жол, тайғақ кешу» мемуарлық романында Қаратөбеде 1918 жылы Алаштың сезі өткен туралы жазған. Сол тарихқа сүйене отыра Қайыржан Хасановтың Алаш музейі ашылған болатын. Жалпы көшемізге неліктен Сәкен атамыздың атауы берілген? Бұл зерттеулерді талап етеді. Біздің көшемізде 21 үй бар. Біздің көшеміздің ең үлкен тұрғыны жасы 90-ға келген Марусия әжеміз, ең кіші тұрғыны Айзере Бақытжанқызы. Біз көшемізде өте тату-тәтті тұрамыз. Мен өз көшемнің символы ретінде Қуаншалиева Толқын Жәрдемқызын айта аламын. Ол кім, немен айналысады, мен оны не үшін таңдадым, ендеше таныс болыңыз. Ауылдың адамдары, адалдан да адалдары, баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Өнерлі жан ол кішкене жасынан, табылатын жақсы істердің қасынан. Ұстаз болса мектебінде ардақты, отбасында аяулана асыл жар. Біздің көшеміздің әншісі, білім беру ісінің үздік қызметкері Толқын Жәрдемқызының жұмыс бөлмесіндеміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Туған жерде ескендірдің сырлы әнін, әсем сөзбен әуелете шырқадың. Атамекен байқауында аймақтық 2000-да жүлделі орын алған. Туған елі Қаратөбе мекені аянбастан елге қызмет етеді. Ұлт өнерін насихаттап ұрпаққа жетістікке шәкірттермен жетеді. Ұстаздардың еңбегін ұлы ететін өздері емес шәкірті. Білім нәрімен сусындатып үйретуден талмаған ұстаздың сан жылдар бойғы еңбегінің жемісі. Толқын Жәрдемқызының ізін жалғастырып жүрген шәкірттері бүгінде Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Қаратөбе балалар саз мектебінде шәкірт тәрбиелеп жүрген Анаргүл Амангелдіқызы Қыдырнияз Құбаниязұлы. 1970-1986 жылдары Мұхит атындағы орта мектебінде білім алған дарынды шәкірт қосымша Қаратөбе балалар саз мектебінде 1979-1982 жылдары домбыра класы бойынша бітіріп шығады. Ондағы Айтқалиев, Мәмбетов, Сәлекеев, Қожаева сынды ұстаздар берген тәлімнен өнегені өнерді бойына сіңіреді. Алтын ұя мектебінен қоштасқаннан кейін арманшыл талантты жан Шымкенттегі Әл-Фараби атындағы Мәдениет институтын халық аспаптар оркестрі жетекшісі мамандығы бойынша бітіріп, туған жеріне оралады. Содан бері өз өлкесінің өнеріне өз үлесін қосып, мәдениетін дамытуға аянбай еңбектеніп келеді. Жоғары оқу орнын бітірген 1990 жылдан бастап 1993 жылдары Мәнерлеп үйінде халық аспаптар оркестрінің жетекшісі болып қызмет атқарады. 1993-1998 жылдары Қаратөбе аудандық білім бөлімінің эстетикалық пәндер әдіскері болады. Ал 1998 жылы біздің ауданымызда инновациялық Қаратөбе мектеп гимназиясының ашылған кезден бастап сол мектепте музыка пәнінен күні бүгінге дейін шәкірт тәрбиелеп келеді. Содан бері 25 жыл уақыт өтеді. Жастайынан өнер жолы мен ұстаздық қызметті қатар алып жүрген өнерлі ұстаздың ұзақ жылдар шәкірт тәрбиелеуінің еңбегі елеусіз қалған емес. Оның дәлелі 2004 жылы, 2010 жылы, 2017 жылы Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасының құрмет грамоталарын алуы. 2019 жылы көшеміздің білімді еңбекқор тұрғыны Толқын Жәрдемқызы көп жылғы еңбегімен және білім беру жүйесін дамытумен, өскелең ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесімен жеткен жетістіктері үшін білім министрінің алғыс хатын алса, 2022 жылы білім беру ісінің үздік қызметкері төсбелгісімен марапатталған. Әр адамның еңбегін сыйлау, оған құрмет көрсету, сол адамға деген сый-сияпат емес, сіздің тәрбиелі тәлімді тұлға болғаныңыз.